Сәлеметсіздер ме? Мен Николай Островский атындағы қалалық кітапханасының тұрақты оқырманымын. Есімім Хасенова Айнаш. Осы кітапханада өтіп жатқан «Мен кітап және уақыт» жобасына қатысып отырмын. Өзімнің оқыған кітаптарымның ішінен Әбдіжәміл Нұрпейісовтың «Қан мен тер» трилогиясын таңдап, оқырман назарына ұсынып отырмын. Бұл туынды жалпы 3 кітаптан тұрады. Біріншісі «Ымырт», екіншісі «Сергелден», одан кейінгі «Күйреу». Трилогия тарихи революциялық тақырыпқа жазылған. Шығармада 1916 жылдағы ұлт азаттық көтерілісінен бастап Колчак, Дулатов армиялары болған мерзім кең қамтылып суреттеледі. «Қан мен тер» трилогиясы ел, халық, оның әлеуметтік тағдыры туралы шығарма. Балықшылық кәсібімен айналысып, мәдени ағарту орталықтарынан алыс, табиғаты қатал, Арал теңізі жанындағы адамдардың ел тұтастығы мен егемендігі үшін күреске шығуы туралы айтылады. Бас кейіпкерлердің қиын тағдырлары тоғысатын жер теңіз жағалауындағы кедей балықшылар ауылы. Мұндағы тіршілік қамымен орыс байы Федоровтың ауына жалданып, күнкөріс талғажау тауып жүрген Мөңке, Дос, Еламан, Рай сияқты балықшылардың қиын еңбектері және кей кездері ағайынды Алдаберген Софы, Құдайберген Болыс, Тәңірберген мырзалардың малын, жылқысын бағып жүрген кедейлердің жанкешті өмірлері туралы айтылады. Менің бұл трилогияны таңдап алған себебім осы кітапта жазылған кейіпкерлердің қиын тұрмыс тіршілігі қатты толғандырып, ерекше әсер етті. Осы трилогияны барша оқырмандарға оқуға ұсынамын. Назарларыңызға рахмет.